Армысыздар, Қазақмет көрермендері. Біздің каналымызда пайдалы кеңестер өзінің жалғасын табуда. Ол үшін біздің каналға тіркеліп, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен Асен Айдана. Бүгінгі тақырыбымыз көптеген адамдарды мазалайтын темекі туралы болмақ. Яғни оны қалай тастауға болады, адам ағзасына қандай зияны бар, сол туралы білгіңіз келсе, біздің видеодан алыстамаңыз. Темекі тартатын адам күніне орта есеппен 200 рет, айына 6000 рет, жылына 72 рет ішке түтін сорады. О баста ойнап бастаған 100 000 адамның 80-і біртіндеп тұрақты шылымқорға айналады. Темекінің кесірінен көптеген ауруларға алып келетіні сөзсіз. Темекіге құмарлық, ампутация, импотенцияның төмендеуі, өлі туылу, шала туылу, онкологиялық ауруларға, пародонтоз, ерте қартаю, адамның өз-өзін улауы, қиналуы, осы жағдайлардың барлығы темекінің әсерінен болады. Темекі тастау технологиясы. Бірінші, темекі түтінін тартып, бірақ ішке жібермей ауызда толтырамыз. Темекі түтіні шықпау үшін аузымызды жауып тұрамыз, ал қолымызбен мұрнымызды жабамыз. Көзімізді жұмып, басыңызды артқа шалқайтамыз. Енді 10-ға дейін санап, аузымыздағы түтінді шайнаймыз. Түтіннің дәмін өзгергенін байқаймыз, және де 15-ке дейін санап, әрі қарай шайнау бұлшықеттерін жалғастырамыз. 15 секундта түтінді өкпеге тез арада тартып, және де дем шығарамыз. Осы процесті 4 реттен аса қайталаймыз. Егер темекіні тастасаңыз, 24 сағаттан кейін жүрек талмасы қаупі азаяды. 2 күннен кейін дәм мен иіс сезу жағдайы әдеттегі адамдармен теңеседі. 3 күннен кейін тыныс алу қалыпты жағдайға жетеді. 3 айдан кейін өкпе әдеттегіден 30%-дан артық жұмыс жасайды. 1 жылдан кейін жүрек ауыру қаупі 50%-ға азаяды. 10 жылдан кейін жүрек пен қан қысымы ешқашан темекі шекпеген адамдармен бірдей болады. Осы ақпараттар сіздерге ұнап жатса, біз өте қуаныштымыз. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар!